Сәлем достар! Кука Бика каналына қош келдіңіздер. Достар, біздің каналымызға лайк басып, пікір қалдырыңыздар. Ал егер сіз біздің каналымызға тіркелмеген болсаңыз, біздің каналымызға міндетті түрде тіркеліп кетіңіз. Өйткені бүгінгі видео өте қызықты болады. Достар, бүгін бізде Айкоштың туған күні. Соған біз тосын сый жасап жатырмыз. Айтпаңыздар, ешкімге айтпаңыздар. Тосын сый жасаймыз, олар әлі бізді білмейді. Біз қазір отбасымызды бірге барып, тортымызды алып, құттықтауға барамыз. Бізбен бірге жүріңіздер. Я, достар, жаңа мамамыз айтып кеткендей, біз қазір отбасымызбен бірге Айкоштың үйіне барамыз. Айкош біздің баратынымызды білмейді. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай, 5 деген Айкош бискет олайын деп жатыр. 5 деген свечамызды алып алдық. Одан соң мінекей мынандай свечаларымызды алып алдық. Одан соң обязательно, конечно, туған күнді құттықтаудың традиционный заты, тағамы, әрине торт. Қазір тортымыздың үстіне мына свечаларымызды қоямыз. Дәл қазір үйден қойып шыға алмаймыз, өйткені бізде дәл қазір далада өте қатты жел болып тұр. Әрине, сонымен қатар мінекей міндетті түрде шаригіміз 5 деген, одан кейін розовый, фиолетовый шариктер. Достар, кеттік, жүріңіздер. Барлығымыз Айкоштың үйіне барып, Айкошты құттықтап келейік. Кеттік. Мінекей бегім торт ұстап алды. Қазір далаға шығып, Айкоштың үй жағына барған кезде торттың бетіне свечаларды қоямыз. Біз далаға шықтық. Дала бізде өте қатты жел болып тұр екен. Бірақ күшті, андай қоңыр салқын жел болып тұр да. Бізде күн ыстық қой. Күндіз осындай ауа райы болса екен деп ойлаймыз. Мінекей алда бегім, мама, Аслан үшеуі кетіп бара жатыр. Айкоштың үй жағына бар жатырмыз. Мінекей келе жатырмыз. Мінекей біз шайымызды ішіп алдық, тортпен сөйтіп бәріміз үйімізге қайтып жатырмыз енді. Болды деп. Жағынан Асланның да ұйқысы келді уже. Сөйтіп құттықтап қайтып бара жатырмыз. Біз далаға шықсақ, жел басылып, ауа райы күшті болып тұр екен. Ауа райы деген кәдімгі прогулка жасайтын сондай ауа райы ғой. Енді түн болған соң, дұрыс көрмей тұрмын ба. Үйімізге келдік. Қой ұйықтайық деп ойлап отырдық, сөйтсек үйдегі су таусылып қалыпты. Сонымен енді магазинге барып, қазір бегім екеуміз су алып қайтамыз. Вау, күшті ауа райы. Күндіз деген қапырық қой бізде. Осындай ауа райы болса екен деп ойлаймыз. Жел болса екен деп кәдімгі 40-45 градус болады ғой.
Енді біз су алуға бара жатырмық магазинге. Dostlar, mine biz uyga keldik. Aykoşni qutuqladik. Tort bilan shay ichdik. Aykoşga unnadi. Endi sizlar de bizga tirkelib like bosingizlar, kommentariy yozingizlar. Sizlarda tug'an kun bo'lama sonday. Ajalaringiz kelema, soni yozingizlar bizga. Ya dostlar, bizim kanalımızga mіндетті тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, пікір жазыңыздар. Бүгінгі видео сіздерге ұнады ма? Онда комментарийға жазып қалдырып кетіңіздер. Сау болыңыздар. Unnadi deb o'ylaymiz. Voy canım.